Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз CSS сабақтар сериясын жалғастырамыз. Енді бұл сабақта біз сондай енді сайтты беттегенде өте сондай көп қолданылатын бір элементтердің бірі div және span деген екі элементпен жұмыс жасайтын боламыз. Енді егер осыны қарап отырсаңыз, міндетті түрде қарап отырсаңыз да сірә қарап отырсыз ғой. Енді осыған өте мән бергеніңіз дұрыс, себебі бұл деген өте маңызды тек. Мысалға, біз үй салатын болсақ, кірпішті өте көп қолданамыз. Ал мына элементтер дәл сол сияқты өте көп қолданылады және CSS-пен тікелей байланысты, сондықтан мұқият қарап шығамыз. Жалпы мен 3-4 рет қарап шығуды ұсынамын минимум. Енді div дегеніміз не, соны айта кетейін. Мысалға біз кодты қарайтын болсақ, мына жерде міне div деген элемент бар. Мына жерде бар, мына жерде бар, мына жерде бар, мына жерде бар div деген. Div деген жалпы өте көп. Мысалға, мына жерге мен жазып қарайын, қанша div деген элемент бар екен. Мына жерде бір міне сайттың алғашқы бетінің өзінде 662 div деген элемент бар. Яғни бұл деген осы және span деген қаншасы бар екен көрейік. Енді span деген қатты көп қолданылмайды, 86 бар. Енді бұларда жалпы көп жағдайда керек. Сондықтан оны да қарастырамыз. Мысалға, үй салғанда біз кірпішті қалай көп қолдансақ, мына жерде сайт ашқандағы кезде де div деген элементті сондай көп қолданамыз. Енді мен мына сайтты жай ғана мысал ретінде алдым, қалғандарына мән бермейміз. Енді практика жүзінде біз сабақта бастайтын боламыз. Енді ол үшін әрине міндетті түрде біз алдыңғы кодтарды қараймыз, міндетті түрде CSS-ді қосамыз және HTML файлды ашамыз. Мына жерге div деп жазамыз. Div. Міне осылай. Яғни div деп отырғанымыз түсінікті тілмен айтатын болсақ, контейнер. Яғни орысша контейнер деп атайды. Енді көбіне орыстар контейнер деп атайды. Біз не дейміз, жәшік дейміз ба, бір ыдыс дейміз ба, әйтеуір. Сондай мағынада ол. Енді div-тің ішінде біз мысалы қораппен салыстыруға, мысалға бүкіл заттар бір мысалға қораптың ішінде тұрады да. Мысалға бүкіл сайттың бір бөлігі де сол div-тің ішінде тұрады. Мысалға сайттағы алатын болсақ, сайттың сол жағы мысалға мына жерде менюлер болады, сілтемелер, әртүрлі баннерлер. Соның барлығы мынадай бір div-тің ішінде тұрады. Және оның ішінде тағы бірнешеу тұрады. Енді теорияға бір жатып алмай, тәжірибе жүзінде көрсетейін. Div деген элемент міне осылай жазылады. Енді ол үшін міндетті түрде CSS файлды ашамыз, осы жерге div деп жазамыз. Div. Яғни тек қана тегтің атын жазамыз, div және көлемін белгілейміз. Көлемі міндетті түрде белгіленеді. Көлемін белгілеу үшін CSS-те biz және his деп аталатын екі тег, яғни қосымша код қолданылады. Мына жерге осындай ағылшынша сөздерді жазамыз. Енді ағылшынша білетін болсаңыз, бұның қандай мағына білдіретінін білетін шығарсыз. Мына biz деген былайынша, his деген былайынша. Енді дәл осыны браузермен ашып қараймыз, қалай шығатынын көрейік. Міне көріп тұрғанымыздай ешқандай ештеңе өзгерген жоқ бұл жерде, себебі div автомат түрде осы программистің тілімен айтқанда ақ түсті болып кетеді. Яғни ақ түсті болғандықтан біздің браузердің түсі ақ, сондықтан ештеңе көрінбейді. Осыны болдырмас үшін міндетті түрде біз көруіміз үшін, біздің көзімізге көріну үшін background деп аталатын осындай тегті қолданамыз. Енді мысалға түсін жазайық, мысалға red. Енді алдыңғы сабақтарды қараған болсаңыз, background-ың қандай қызметті қолданатынын білетін шығарсыз. Не дәл осындай. Алдында жалпы background туралы мен айттым осы. Жарайды, енді маңызды емес ол. Енді мына жерде көріп отырғанымыздай, былайынша 500, былайынша 100. То есть 400. Енді div деп отырғанымыз міне осындай. Енді осы div деген элементтің ішіне біз қалаған осы сөздерімізді жаза аламыз. Мысалға міне, енді кез келген мәтін жазып қояйын, мысалға енді бракетсте осындай мүмкіндік бар. Міне осындай кез келген мәтін былай өтірік бірдеңе жазсаңыздар болады. Енді мына жерде қарайтын болсақ, бұл жазылған мәтін мына div-тің ішінде тұр, яғни контейнердің ішінде тұр. Мына жаққа шығып кетпейді ол. Міндетті түрде осының ішінде тұрады, міне көріп отырғандарыңыздай. Енді бұл жалпы CSS арқылы реттеледі. Яғни көлемі 500 деп қойдық, ол 500-ден шықпайды деген сөз. Яғни жаңа айтып кеткенімдей, div-тің ішінде бүкіл элементтер div-тің ішінде сақталып отырады. Міне былай көлемін үлкейтеміз, сол кезде міне тағы да қарайтын болсақ, міне дәл осындай шығады. Ал енді былай қоятын болсақ, мысалға, тағы біреуін қосатын болсақ, ол шығып кетеді. Енді ондайды болдырмас үшін CSS-те арнайы мүмкіндік бар. Мына his деген жерге міндетті түрде былай жазуға болады. Авто деп жазамыз, сол кезде міне дәл осындай болады. Яғни көлеміне байланысты бұл автомат түрде өзгеріп отырады. Қазір мысалға мен мына жерде мынаның түсін мысалға бір-екеуін алып тастайын, соңғы біреуін ғана қалдырайыншы, жарайды. Біреуін ғана қалдырамын. Осылай.
міне көлеміне байланысты өзгеріп отырады. Енді былайынша да осы нормально келеді. Жалпы biz және his-дің қандай қызмет атқаратынын түсінген боларсыз. Енді div деген бұл өте маңызды тег. Бұның ішіне суретті бәрін қоюға болады. Ол қызығы, ол осының ішінен шығып кетпейді, яғни белгіленген шектің ішінен шықпайды деген сөз. Енді осы div-мен жұмыс жасаған кезде көмектесетін қосымша тағы да бір қызмет атқаратын мүмкіндіктері бар. Ол мысалға outline. Outline деген бұл сызықсызат және solid red. Мысалға дәл осындай, мына жерде енді ештеңе көрінбейді, сондықтан мен background дегенді алып тастаймын. Енді бұл жай ғана комментарийге алып қоятын бол. Комментарийге алып қояды, оны комментарийге алу үшін CSS-да міне осылай қолданылады. Комментарийге алып қоюға болады дәл осылай. Яғни ол код орындалмайды деген сөз. Міне outline деп отырғанымыз бұл сызық, бұл ешқандай көлем алмайды. Яғни тек қана тегтің, яғни осы div-дің қай жерде жатқанын білу үшін background орнына көбіне осы outline қолданады. Яғни бір outline-ның қызметі арқылы біз осындай мүмкіндікке ие бола аламыз. Енді осы div-мен жұмыс жасаған кезде көмектесетін бүгін біраз қосымша дүниелерді мен айта кетейін. Мысалға div-мен жұмыс жасаған кезде енді мен мынаны ыңғайлы болу үшін сәл былай қояйын. Жалпы бұл түсінікті болар деген ойдамын. Мысалға дәл осылай қойып қояйын. Мына жақта нәтижесі көрініп тұрады. Мысалға жұмыс жасаған кезде мынаны алып тастайын. Жұмыс жасаған кезде көмектесетін padding деген бар. Padding не үшін көреміз қазір. Padding деп жазамыз мына жерге. Padding 1 пиксель. Міне көріп тұрғанымыздай, padding деп отырғанымыз мына жақ пен мына жақтың айырмашылығы, мына жақтан мына жаққа дейін 10 пиксель және қалған жақтарына да әсер етеді. Енді мына жақтарына әсер етпей тұрғаны оны алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз. Егер біз мысалға padding left деп жазамыз, left яғни left деген сол жақ деген сөз. 10 пиксель, яғни сәл енді көлемі кішілеу болып тұр. Бұл өзі осылай сәл үлкейтетін болсақ, ол да жұмыс жасайды. 130 пиксель болса 130-ға кетеді. Және 10 пиксель деп жазатын болсақ, міне 10-ға кетеді. Яғни left деген сол жақ, top деп жазатын болсақ, онда жоғары жақтан кетеді. Міне жоғары жақпен айырмашылығы 10 пиксель. Және right деп жазсақ, оң жақ. Ал төменгі жақ қалай? Bottom деп жазылады. Bottom 10 пиксель. Ал енді бұл жеке-жеке жазылатын болса, ал егер біз тек қана біреуін жазатын болса, ол төрт жаққа да әсер етеді. Ал төрт жаққа да мысалы былай жаза салуға да болады. 10 пиксель және 10 пиксель. Жарайды, мынау айырмашылық байқалу үшін 100 деп қояйын. Яғни көріп отырғандарыңыздай, мына жақ пен мына жақ 10 пиксель болады, мына жақ пен мына жақ 100 пиксель болады. Яғни көлемі бұл. Енді негізгі тегтерді осылай қарастыра кетейін. Жалпы айтылатын дүние көп. Жалпы жаңадан бастаушыларға арналған сабақ болғандықтан мен тек қана ең негізгілерін айта кетейін. Сонымен қатар жұмыс жасауға көмектесетін margin деген тег бар. Margin, осындай margin. Енді бұның қызметі қандай? Бұның қызметі мынандай. Мысалға мен қазір жазайын 30 пиксель. Міне көріп отырғандарыңыздай, мына жерде сөзбен мына div-дің арасы ашылмайды. Бұл жерде мынаумен мына негізгі шекарамен осының арасы алшақтай береді, яғни margin-ның қызметі арқылы. Енді бұның да жұмыс істеу принципі дәл жаңағы padding сияқты, просто тек қана top, bottom, left, right деп жаза салуға болады. Немесе жай ғана мысалға 50-ге 30 деп жазатын болсақ, автомат түрде мына жақпен 50 болады, мына жақ 30 болады, және мына жақ 30, мына жақ 50 болады. Автомат түрде. Енді бұл жерде div-пен жұмыс жасаған кезде негізгі класстар қолданады. Көбіне div-дің өзі жеке жазылмайды. Себебі бір страницада мысалы жаңағы сайтта қарап өттік, ол жерде бір 600 бар. 600-ның бәріне мысалы div деп жазатын болсақ, ол бәріне бірдей әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде класс жазады, немесе идентификатор. Көбіне класс қолданғанымыз дұрыс. Себебі идентификатор деген бұл қолданылуы сәл бөлектеу. Егер JavaScript немесе сол сияқты дүниелермен кейін тәжірибе жүзінде жұмыс жасаған кезде оның не үшін екенін түсінетін боласыз. Мысалы мына жерге жазайық блок. Енді бұны жалпы кез келген түрмен атауға болады. Мысалы div деп жазатын болсақ, бәріне әсер етеді. Енді мына жерге класс блок деп жазайық. Міне дәл осылай. Енді әрі қарай бұның мысалға padding-терде жазып қояйын. Padding 10 пиксель. Және font size мысалға алдыңғы сабақта өткендей 10 пиксель деген сәл кішілеу, 50 пиксель деп алайық. 50-де сәл үлкендеу, 25 пиксель мысалға. Міне дәл осындай. Енді шрифтін өзгертейік. Мысалға font
family мысалға алайық, маған мысалға работа деген шрифт ұнайды. Работа sans serif. Работа sans serif. Және padding деген кішкене көптеу 2 дейік. 2-нің өзі нормальный. Мысалға міне бұл енді div-пен жұмыс жасауға көмектеседі бізге. Енді span деген қандай қызмет атқарады, біз соны қарастырайық. Span деген мына жерге жазайын, span деп астына, ең астына жазып қояйын, span. Мына жерге мысалы ертай. Енді бұны түсіну үшін мен мына жерден be және his дегенді алып тастаймын. Міне көріп тұрғанымызда біз ештеңе жазайтын болсақ, мына div автомат түрде былай созылады. Қандай көлем болса, браузердің полный созылып кетеді осылай, мен дәл осылай. Және былай тігінен ол автомат түрде қойылады. Егер ештеңе жазбайтын болған жағдайда. Сондықтан енді spanға көшейік. Span қандай қызмет атқарады? Мысалға span деп жазамын мына жерге. Оның қандай көлем алып жатқанын көру үшін мен outline деп жазамын. Outline'ның қызметі қандай қызмет атқарады, сіз білесіз. Және solid не дәл осындай. Міне көріп тұрғанымыздай div полныйды алады. Ал мына span деген тек қана белгілі бір тегті алады. Енді span'да түсініктеме айтатын болсақ, бұл универсалды дүние. Енді мысалға көбінде тегтер болып, мысалға параграф деген ол мәтін белгілеуге арналған, ал span деген кез келген жерде осындай класс қою арқылы біз қолдана береміз. Мысалға мына жерде мына сөздің мысалға алайық span деп жазамыз мына жерге. Spam деп жазып жіберіппін ғой. Span болады міндеттерді. Екеуі бөлек сөз, spam мен span деген. Мына жерде алайық, мысалға улам деймін, сондай сөзді аламыз. Span. Енді міне көріп отырғанымыздай span деп белгіледік, және ол сөзді мына жерде міне белгіленіп кетті. Яғни тек қана белгілі бір элементті белгілеу үшін қолданылады бұл span деген тек. Енді бұл жаңадан бастаушыларға осы жеткілікті деп ойлаймын. Енді outline деген қандай қызмет атқарады, біз соны талқылай кетейік. Енді жаңадан бері outline-ды қолданып жатырмыз. Outline деген жаңа сызық жазу үшін қолданылады. Және 1 пиксель деген оның көлемі. Мысалға 2 пиксель дейтін болсақ, ол қалыңдай береді. Мысалға 10 пиксель дейтін болсақ, қалың болып кетеді. Мен көріп отырғанымыздай. Бірақ көбіне 1 пиксель қолданамын, мен жеке өз басым. Ал solid деген оның стилі. Мысалға dotted деп жазайын. Dotted деген бар, dotted деп көріп отырғанымыздай, мына жерде енді қазір түсінікті болу үшін мынаны мен алайын да мынаған жазайын. Және span'ды пока қоя тұрайын. Және көлемін 3-ке көбейтейін. Не көріп отырғандарыңыздай дәл осындай болады. Яғни мынандай ирек сызық дейме, қалай етуші еді жалпы. Жалпы сондай. Dashed деген бар. Енді оны қарауға арналған мен сайттарды беремін. Осы сабақтың соңында, ең соңғы сабақта мен CSS толық үйренуге көмектесетін біраз сайттарға шолу жасаймын, және сол жерде толық анықтамалық, яғни CSS-ның анықтамалығында осының бәрін толық жазып барады. Енді оның бәрін білу міндет емес. Мысалға жеке өз басым тек қана solid-ті қолданамын. Ал қалған бөліктер көп жағдайда мен қолдана бермеймін. Енді осымен біз тәжірибе жүзінде тағы бір жұмыс жасайық. Мысалға span деп қолдандық. Тек қана бұл белгілі бір элементтерді жаңағы айтып өткенімдей белгілеу үшін қолданады. Енді біз тағы бірнеше блок қосайық. Мысалға мынадай блок. Бұл блокта енді не орналасады? Бұл блокқа тағы да бір мақала жазып қояйық ішіне өзімізше. Lorem. Енді бракетсіз сондай мүмкіндік бар. Lorem деп жазған кезде басамыз, одан кейін мына жерде tab дегенді басқан кезде автомат түрде осындай текст пайда болады. Осылай жазып қоямыз. Мысалға сайттарда негізгі жұмыс істеу принципі осындай. Блок деп жазған кезде автомат түрде осындай, блок деп жазған кезде емес, енді бұл сайттарда осындай мақалалар осындай рет бойынша орналасады кейбір сайттарда. Біз мысалға сондай сайт ашып көрейік қазір қызыққа. Енді бұл жерде мәселе қандай? Мысалы, мына сайтта көріп отырғанымыздай блоктар орналасқан. Біз қойған көлем бойынша енді мына арасы бірақ қосылып кеткен. Енді бұны қалай шешуге болады деп ойлайсыз, жеке өз басыңыз? Бұны шешу үшін біз жай ғана блокқа жазамыз margin bottom 10 пиксел. Жарайды, 30 пиксел дейік. Міне көріп отырғаныңызда, яғни мына бірінші тұрған блок автомат түрде мына астыңғы тұрған 30 пикселге ысырады былай, әртүрлі деп. Енді мынау да дәл солай ысырады. Міне, яғни келесі блок қосылған кезде ол автомат түрде төмен түсіп кетеді деген сөз. Яғни бұл дәл солай жұмыс жасайды. Енді осы div бойынша біз сабақты аяқтаймыз. Келесі CSS бойынша сабақта кездескенше.